Алланың берген ғұмыры сынақ пен сырға толы жол. Біреуге өмір ертегі, ал біреуге ауыр жүк. Менің бүгін айтып отырғаным, жүрегімде қан жылатқан, ешкімге айталмаған құпиям. Бәлкім бұл сабақ емес, бірақ айтып жеңілдегім келеді. Мен қалада өскен, ақ жүзді, момын қыз едім. Әке-шешемнің үйінде ұрыс-керіс деген болмаған, тып-тыныш, үлгілі отбасы едік. Алайда мен тағдырдың басқа жолын таңдадым. Махаббаттың буымен ауылға, кішкентай шаңыраққа келін болып түстім. Күйеуім жалғыз ұл, мен оны шын сүйдім. Тіпті лашықта тұрсақ та өзімді бақытты сезінетінмін. Бірақ мені махаббат емес, сынақ күтіп тұр екен. Ата-енеммен бір шаңырақ астында өмір сүре бастанан-ақ күн сайын дау-дамай, ұрыс-керіс, айқай. Жас келін болып үндемей шыдадым. Бірақ кей түндері ішімде жиналған қорқыныштан жылап шығатынмын. Күйеуім қалада жұмыс істейтін, апта сайын ғана келіп қайта кететін. Бірде енем туыстарының үйіне кеткен. Үйде мен, балаларым және қайынатам қалдық. Кешқұрым тамақ әзірлеп дастарханға қойып отыр едім. Қызым ұйықтап, екі ұлым далада ойнап жүрген. Атам тамағын ішіп отырған жерінен орнынан тұрып менің қасыма келді. Алғашында еш жаман ой келмеді. Қайыната ғой, үлкен адам. Саған рахмет келінім. Үй таза, бала-шаға аман. Мен сені қызымдай көремін деді. Жылы сөзге елпетіп, мен де күліп, рахмет ата. Мен де сізді әкемдей көремін дедім. Осы сәттен кейін бәрі өзгеріп сала берді. Ол кенет мені белімнен қапсыра құшақтап ернімнен сүйді. Бұныңыз не, жіберіңіз деп есердім. Бірақ ол тоқтамады. Көзінде айуандық, жүзінде ұятсыздық. Мен жалынып жыладым. Сіздің ұлыңыздың жары, немерелеріңіздің анасы емеспін бе? Алладан қорықпайсыз ба? Ал ол болса, айқайлама, көршілер естісе, сені ғана қара бет қылады деп айқай салды. Келесі сәтте қатты соққы басымнан от жарқ етіп дүние төңкеріп кетті. Есімді жиғанда жерде жатыр екенмін. Қасымда еңіреп тұрған ұлым. Анашым, не болды дейді шырылдап. Ал әлгі адам беті бүлк етпей, анаң сүрініп құлап қалыпты деп өтірік айтып тұр. Жүрегім айырылып түскендей болды. Бірақ үн шығара алмадым. Түні бойы қалшылдап ішімде бір ғана ой. Бұл үйде менің өмірім бітті. Таң атқанда шешім қабылдадым. Балаларымды алдымда үнсіз кеттім. Қайда барарымды білмедім. Бірақ артқа қайтқым келмеді. Бір төбенің басына барып, сол жерге үйге ұзақ қарап отырдым. Балаларым аш, менің көзімнен жас тоқтар емес. Бірақ сол сәтте Алладан жалбарындым. Жолымды ашшы, тек мына бейкүнә балаларым тірі қалсын деп. Қалтамда аз ғана ақша. Жолға жетпейді. Көліктер тоқтамады. Жол бойы түн түсіп, қараңғылық қоюлана түсті. Балалар қалжырып, менің қолымнан сүйретіліп келеді. Сол сәтте бір ер адам тоқтады. Қайда барасың, келін? Қалаға, аға, бірақ ақшам жоқ дедім. Жылаған дауыспен. Отыр, жетіп аласың. Ақшаң керек емес, Алла разылығы үшін деді. Сол кісі менің өмірімдегі ең мейірімді жанның бірі еді. Қалаға жеткізіп ақшамды алмады. Үстіне тағы да ақша беріп кетті. Күйеуімнің қаладағы пәтеріне келдім. Есікті ашып едім. Іште күлкі, музыка, бөтен адамдар. Бір қыз иісі мен даусына түсіндім. Ішіп алғандар екен. Күйеуім мені көріп өңі қуарып кетті. Қасында тұрған қыз оның мойнына асылып тұр. Ал ол мені сіңілім ғой деп таныстырды. Сол сәт менің ішімдегі бар ашу, қорлық, өксік жарылып кетті. Шашынан жұлып, жұдырықтап, жылап айқайладым. Мен емес, жан даусым сөйледі сол сәтте. Бірақ ол мені тоқтатып, құшақтатып,
кешірші жаным деді. Балаларына ойыншықтар, маған гүл, кішігірім әкелген екен. Сөздері емес, көз қарасы суық еді. Бұл ер адамның әдеті ғой. Дәретханаға барып келгенмен бірдей, кешірші мені жаным деді. Сол күні мен үнсіз қалдым, жыладым, бірақ ішімде сөз қалған жоқ. Бірнеше аптадан соң өзімді жаман сезініп жүріп, жүктілігімді білдім. Кімнен екенін жүрегім біледі. Атамнан. Күйеуіме айта алмадым. Ел не дейді, ол не істейді. Сол қорқынышпен сол күнәні арқалап, дәріханадан дәрі алып іштім. Ол сәт менің өмірімдегі ең қара күн болды. Бір апта бойы денем сырқырап, жаным қиналып, мені тірі өлікке айналдым. Бірақ мен ол баланы өмірге әкелуге батпадым. Өйткені ол сәбиді өмір кінәлайды, мені қырғайды. Уақыт өтті, 10 жылдан астам. Күйеуім жақсы әке, жақсы жар. Балаларым өсіп, қызым бой жетті. Сырттай бәрі бақытты көрінеді.